қалмас деп жатыр. Иә. Балазақ адам. Барауыз айтсам бола ма? Күшті болып жатыр, ұнап жатыр. Енді бағана бір қоймай жатыр ғой, енді үш қызды айтып жатыр, анан мынаны айтып жатыр, қоймай жатыр. Бірақ менің мынау сол жағымда отқан жігіттің көзі қатты түсіп отқан сияқты. Мына жігіт енді бұл өзім репертуарында біреудің үміткердің көзіне түссе, жаңа бүйтеді маған. Қатысы жоқ, келсе екен, бүйтіп көрсетіп қойайын ба жүректі деп айтып қояды. Одан кейін қазір мен бір-екі сөздер айтам, кешке лайк басып кетемін Инстаграмда деп қояды маған. Жоспарын құрып қойды ма не? Баласаға мүлдем бұрмалап отыр. Айтқаным рас, қатысы жоқ келсін деген. Себебі қалай өте андай аңжарқын қатысушы Садәулетке жоқ, жалпы енді мына жерде пікірлер айтып жатыр ғой. Мен не үшін айттым, соны түсіндіре кетейін. Өйткені мына жерде көбісі айтып жатыр, жасы келмейді, басқасы мәселе. Если андай ара қатынас тоқтап жатса, мен соған ғана айтқам тек. Если ондай жағдай болып жатса, қатысы жоқ келсе, біраз адамдар енді сөз нетіп жатыр ғой, тиісіп. Басқа адамдарға қарағанда бұл адам лайықты сияқты осы жерде отырып, өзінің адамын табуға. Тима, сен келесі жол қасындағыларға вообще сенбеші. Аян бедекші, Гауһар ханымға сөз беріңізші. 3 барып топ, мына микрофон ешкімге бермей жатыр. Айтшы Гауһар, бірдеңе деші, содан кейін берші микрофонды. Не болып кетті мынау? Гауһар ханым. Айта қойыңыз. Шын ғой. Үміткер Перизатқа айтқым келеді. Мен бір тағдырласым, замандасым ретінде негізі сіздің таңдауыңыз өте қате болды деп ойлаймын. Неге? Өйткені біздің Садәулет енді үйленбеген, баласы жоқ, сондай жас жігіт та. Сіз мына Абылайды таңдасаңыз жақсы болар еді. Өйткені Абылай осы шапанын аспанға атып қатты қуанып биледі. Шын жақсы келесі Абылаймен негізі. Баласаға мен осындай сөздерден кейін мен айтқаным раста, если тоқтасын деп отыр, барлығы. Соған мен не болсын деп айта салдым, если ондай жағдай болып жатса, қатысы жоқ келсін деп. Ой, қойыңызшы. Содан кейін Баласағаны бұлай. Бұнікі хронический қанына сіңіп кеткен өзі. Жоқ, жұрттың үміткеріне не қылушы, Тима қойсай болды, жетеді ғой енді. Жоқ, бұлай өйтіп, қосып, тиісудің қажеті жоқ. Негізі күшті жарасып отыр, жасына мүлдем ұқсамайды, өте жас қыз сияқты. Содан кейін мен айтарым, екі ортаға тоқ жарысады, танысып тағы да көру керек, білу керек. Мүмкін әңгіме бітсе бірден атып ұрайын деп тұрған адам әңгімесі ғой, мына қарай орныңызға отырайыншы деп шегем сұранып отқан ғой. Құдай ақырын берсін. Тима, мына жерде қол алысып жатыр ғой балдар. Танысып тоқтаса, ана кісіге қарай танысып көрейік деп ұсыныс тастамаймын деп қол бере аласың ба? Оны енді саған оны ешкім кесіп айта алмайды ғой, алдағы не болатын. Ұялсаңызшы. Жоқ, мен айтамын да, алдағы уақытта ешкім өйтіп қол беріп. Мен ұялып тұрмын, мен кешегіден кейін ұялып тұрмын сіз үшін. Сәл болса да пауза керек сізге. Енді ән қалай болды, Садәулет, ең бастысы сізге ұнады ма? Ән өте керемет болды. Шынымен де биылғыдай туған күн болмаған шығар, настроением түсіп кетті, шынымды айтайын. Жақсы отырғам, настроением түсіп кетті. Сосын сразу ән болды, көтеріп жіберді настроением. Одан кейін анау шапка киіп жүр балапан деген енді вообще күшті кетті негізі. Сол да бір қатты күлкілі болды, өте настроением көтерілді сразу моментально. Сол үшін үлкен рахмет айтамын көңіл күйге, сыйлағаныңызға, құрметтегеніңізге. Мен қазір де тағы да бір ризамын. Садәулет мені таңдасын, таңдамасын, бірақ тоқтаған жағдайдың күннің өзінде ничего страшного деген сияқты әңгіме айтты. Мен по-любому Садәулетті жақсы қырынан ғана көрдім деген нәрсе үшін басымды иіп үлкен рахмет айтамын. Потому что мен осы уақытқа дейін қанша моменттен өттім. Сыртта басқаша сөйлеп, ішке кіріп басқаша нәрсе айтқандарды да көрдік, бірақ ешкімді ала аламаймын. Просто шынайылығыңыз үшін тек қана рахмет айтамын. Сізге тек қана бақыт тілеймін деп қойсаңыз. Енді былай айтсақ, әрине сізге шынымен де көп рахмет. Садәулеттің көңілі үшін айтып жатсыз. Енді Садәулет, таныстық жалғаса ма? Ең қиын сәтте ойлаймын енді. Шынымды айтайын, уақыт алмай қояйын. Талғамға талас жоқ. Перизат мені таңдап келгеніңізге үлкен рахмет. Мен сүйген ару басқа, менің таңдауым басқа. Қалай айтсам болады. Мен сүйген ару басқа дейсіз ба? Енді мен сүйген ару талғамым басқа деген сөз бар ғой. Сол үшін мен енді ойлаймын, әркім өз бақытын табуға лайықты, өз бақытын табады деп сенемін. Перизатқа үлкен рахмет айтам. Келгеніңізге, мені таңдағаныңызға, мені жұрттың көзінше, халықтың көзінше табаламағаныңызға
басын дейіп үлкен рахмет айтам. Бізде бірақ сыйластық қалсын. Біз махаббат арнасында тоғыса алмаймыз. Біздің жолымыз мүлде екі бөлек. Сол үшін келгеніңізге үлкен рахмет. Мен сізді сыйлаймын, құрметтеймін. Өмірде Перизат деген танысым адам бар екен білем. Сізге де үлкен рахмет. Аллах разы болсын. Баласа ханым мен мына жерде бағанадан бері қосып жатыр ғой енді. Ақыры таныстық тоқтаған екен. Егер қарсы болмаса, енді таныстық алған ғой Баласа ханым, неге таныстық көрмеске деген сияқты ақыры қосып жатыр екен. Әні де ұнады. Былай қарағанда енді сырт келбетті мүлдем өз жасына ұқсамайды. Одан кейін ішке тынышталамыз ба? Одан кейін жаңағыдай айтып отыр ғой енді нақты қадамдармен өзіне не керек адам екенін біледі. Мүмкін тұрмысқа құруға шынайы ниетпен келген екен, неге көрмеске деген сияқты өзін таныстықта ұсынғым келіп отыр. Ал Тимурдан осындай ұсыныс болып жатыр сізге енді. Мен бұл кісіні даже танымаймын да. Танымаса, танысамыз деген сияқты, сырласып өлмесе бос тұрды. Қарап қойыпты. Енді өзіңіз шешім қабылдайсыз, біз сізді қинамаймыз. Танысып көрейін деп жатыр. Енді таныстық тоқтап жатыр, бәлкім ол туралы айтатын дүниеңіз бар ма еді негізі? Енді Перизат ханым үшін түсінемін, күтпеген жағдай болып қалғанын. Күтпеген жағдай. Бірақ дегенмен де көзқарасыңыз қалай? Мүмкін Баласа ханым мен болмаса бір сырласып өлмесіне барып сырласып қайтсақ та, одан кейін бір жауабын айтсақ. Жоқ, бұл кісі таңдап тұрған сияқты, әлі ойланып ұзағынан. Мүмкін бір таңдауына ерік берерміз деп ойлаймын. Қалай таңдау? Өйткені таңғалып отыр ғой бұл кісі. Жоқ, енді жасқа қарап тұрған Саддаулет жалпы. Шынымен де, енді менің жасым қатты бір кіші емес деп ойлаймын. Бұл кісі де өте сұлу да сымбатты кісі екен. Мен де өзімді бір танысып көргім келеді деген сияқты. Былай жасайық, әрине Перизат ханым өте сұлу. Жекпе-жек деймін. Жекпе-жек дейсіз, иә. Енді әрине таңдау өзіңізде, бірақ дегенмен де әрине Саддаулетті таңдап келдіңіз, оның барлығын түсініп тұрмыз. Дәл қазір мен жігіттердің көңілінің, ойының шынайылығын біліп алғым келеді. Сізді әуре қылмай, әрі-бері айтқан сөздері дұрыс па, жоқ па, қай уақытта көздері түсті деген секілді сұрақтарым бар. Сұрап алайын, сіз үшін де маңызды, себебі енді қыздығым айттырмайды деп дәл қазір танысайық дей беруде бәлкім дұрыс емес шығар. Сондықтан мен енді нақты сұрағым келеді жігіттерден. Жігіттер, қазір сұрайым сіздерге, бізде жарнама уақыты болып қалды. Жарнамадан кейін біз міндетті түрде жігіттердің ойын білеміз. Перизат ханым